Сәлеметсіз бе ұстаздар? Сабақта оқушыларды топқа бөлудің түрлерін іздеп жүрсеңіз, онда осы әдістерді қолданып көріңіз. Қағаз қиындылар арқылы топқа бөлу. Жыл мезгілдері, жануарлар, құстар, немесе басқа да суреттерді 3-ке, 4-ке, 5-ке неше топқа бөлуді жоспарлауыңызға қарай қиып, араластырып оқушыларға таратасыз. Оқушылар сол қиындылардан суретті құрастырып, ол сурет бойынша белгілі топқа бөлінеді. Геометриялық фигуралар арқылы топқа бөлу әдісі. Мұғалім бірнеше геометриялық фигураларды араластырып, оқушыларға таратып береді. Неше топқа бөлсеңіз, сонша геометриялық фигураларды бірнешеуден аласыз. Бірдей фигураларды алған оқушылар топтасады. Бұл әдісте фигуралардың түсі бірдей немесе әртүрлі болуы мүмкін.